Бәріңізге сәлем. Миллионердің қызы өзін жақсы көретін қарапайым жігіттің көңілін қалдырды. Бүгінгі видео өте мағыналы видео болмақ. Және де бұл қызбен қарапайым жігіт 10 жыл өткеннен кейін сауда үйінде кездесіп қалады. Бұл видеоның соңы өмірлік сабақ алатындай видео болды. Сондықтан соңына дейін көріңіздер. Том Рейчелді кездестірген кезде 20 жаста болатын. Ол осы қыздың әкесі жұмыс істейтін компанияға еден жуушы болып орналасқан еді. Том қызды көрген кезде амандасып, олмен көбінесе сөйлесуге тырысатын. Ал қыз оған жауап ретінде жоғары дауыспен сөйлеп, оны жақтыртпай сөйлейтін. Жігіт қызды жақсы көргендіктен қыздың оны менсінбей сөйлейтінін байқамайтын еді. Және де бір күн оған ұсыныс жасайды. Қыз оны мазақ қылып сөйлеп, сен менің бір күнде жұмсайтын ақшамды бір айда әрең дегенде табасың ғой. Және де менің әкемнің жұмыс орнына ендігәрі келме деп айтты. Бұны қатты айтқандығы соншалық жұмыс орнындағы адамдардың барлығы естіді. Жігіттің арманы мыңдаған бөлшектерге бөлініп кетті. Жігіт өте қатты ұялып, бұл жұмыс орнынан шығуға тезірек асықты. Және де бұл жұмыс орнына қайтып оралмады. 10 жыл өткеннен кейін әлгі жігіт пен қыз сауда үйінде кездесіп қалады. Және де әлгі қыз жігітті бірден танып, амандасып, мен қазір күйеуге шықтым, және ол өте ақылды, ол айына $15,000 табады. Сен осындай ақшаның ең болмаса 10%-ын ұстап көрдің бе деп сұрайды. Жігіт те онымен амандасып, алайда оның сұрағына ешқандай жауап бермейді. Осы сәтте қыздың күйеуі де келіп, жігітті танығандықтан амандасып, сізді көргеніме өте қуаныштымын деп айтады. Том да амандасып, Картер, мен де сені көргеніме қуаныштымын деп жауап береді. Картер өзінің әйеліне қарап, қазіргі жасап жатқан жобамдағы бастығым осы кісі деп айтады. Бұған өте қатты таңғалған әйелі не айтарын білмей, үндемей қалады. Том әлгі адамдармен сыпайы түрде қоштасып, менің тағы да басқа маңызды шаруаларым бар еді, сол жаққа бара берейін деп кетеді. Бұған таңғалған әйелі Томның артына ұзақ уақыт қарап тұрады. Және де күйеуінен, бұл сенің шынымен де бастығың ба деп сұрайды. Картер оған, я, ол менің бастығым, және де ол өте қарапайым адам. Естуім бойынша ол бұрындары кедей болған, және де осы жетістіктерге өзінің күшінің арқасында жеткен. Және де ол жыл сайын миллиондаған доллар ақша табады. Қазіргі таңда оның отбасы бар, және де ол өте бақытты өмір сүріп жатыр. Бұны естіген әйелі өзінің ісіне өте қатты өкінеді. Бұл өмірде неше түрлі қиыншылықтарға тап боламыз. Соған қарамастан алдыға қарай ұмтылайық, және де алдыға қойған армандарымызды мақсат қылып, алдыға ұмтылып, өзіміздің мақсатымызға жетейік. Армандарымызды орындауға дәл қазірден бастап әрекет жасайық. Әлі ертеде отырған кезімізде уақыт өтіп жатыр. Дәл қазір бастасаңыз, мақсатыңызға ертерек жетесіз. Бұл каналда тек қана мағыналы видеолар шығатын болады. Сондықтан каналға жазылуды ұмытпаңыз.